Жоқ, нақтысын айтам. Мәселен, сіз өзіңіз сүйіп оқитын 4-5 ақынның атын атап беріңізші. Ал мен санап тұрайын. Қане, Бағиланың санауға дайындалып қолын көтергені, өзіне бейкүнә балаң жүзбен тесіледе сынай қараған, күлкіге толы қарақаттай мөлдір жанары жігітті абдыратып тастады. Атап айтсам, Пушкин. Бір деді Бағила сол қолының бас бармағын жұмып. Лермонтов. 2. Абай. Бірден Абайға түстіңіз бе? Мейлі, 3. Байрон. Сіз қызық екенсіз, бір жоғары, бір төмен жарайды, 4. Сонан соң, Маяковский. 5 тағы. Тағы кім бар еді? Осындайда білетін ақындардың бірден есіңе де түспейді. Әуезов. Бағила ынта-шынтасымен сыңғырлай күлді. Ол ақын емес қой, прозаик, жарайды, ары қарай бос қиналмай-ақ қойыңыз. Оның үстіне әлгі атаған ақындарыңызды институт түгілі мектеп бітірмеген адамдар да атап бере алады, және олар сіздің сүйікті ақыным деп иемденер дәрежеден шығып кеткен. Сүйсеңіз де, сүймесеңіз де білуге тиістісіз. Сүйікті ақындарыңызды атаңшы дегенде мен бүгінгі көзі тірі ақындарды айтып едім. Бағила, артық болса кешіріңіз, бірақ менің өмірдегі орным ақын, жазушыларды қаншалықты білуіме байланысты емес қой деймін. Жігіт бүкіл дүниенің ақыл-ой иелеріне пысқырып та қарағысы келмейтін кейіппен шексіз далаға менменси қарады. Оның жалған намысқа жығылып, жылтырай түскен сұлуша жүзінен, керек десең мына даланы да, ондағы өсіп тұрған кәрі сексеуілдер мен ауық-ауық көрініп зуылдап қалып бара жатқан жатаған тамдарды, тіпті өзін тербелтіп, туған жағына қарай ентелеп бара жатқан жүйрік поезды осы жұмсақ вагонымен қоса қажет деп таппайтын жанарынан Бағила қарсы алдында тұрған адамның бүкіл болмысы ілім-білімге қас екенін, егер ілім-білім тұзды су боп, бұл қияр боп, екеуін бір бөшкеде бір жыл ұстасаң, мынау бойыңа дымқыл дартпай құрғақ шығарын байқады. Осыны байқаған кезде ол ойда жоқ жерден әкесіне жаны ашыды. Оның төңірегінде осындай адамның барлығына іштей қынжылды. Бірақ жас қыз өзінің бұл байқағандарының бәріне өзі қайтадан күдікпен қарап, осының бәрі асығыс болжам, жалған топшылау шығар. Тіпті олай болмаған күнде де әкемнің өрісінде бұл жігіт кездейсоқ ұшырасып қалған жалғыз шығар деп өзін-өзі жұбатты. Енді ол мына жігіт жаққа көз салғысы келмеді. Және бір ғажабы оның көрікті, сұлуша жүзі өз жүрегінде жиіркеніш сөзім оята бастағанын, көріктіліктің адамды теріс айналдырар қасиеті боларын да алғаш сөзінді. Бірақ мұның себебінің неде екенін, оның нақты қандай қарым-қатынастардан туындайтынын жас қыз біле алмады. Олар осылай бірнеше минут үнсіз тұрды. Бағила бұл секілді ішкі арпалыстың иық өзер салмағына тезе алмаса, мына жігіттің дүние бір жақ, өзі бір жақ бейғам қалпы, осылай, еттім-ау, ағат болды-ау деп қиналудан гөрі, қайта сол сүйегі қураған тірі жүрген ақындарды, соларды туғызған мына сияқты жер даланы әлі де кінәлауға даяр сыңайы оның ішкі азабын ауырлата түсті. Қыз орнынан білдірмей қозғалып, әкесі жатқан купеге қарай жылжыды. Басынан сөз асырмас, бәрінен өзінің еркектік намысын жоғары қоятын жігіт, өмірдегі орным ақын жазушыларға түкке қатысы жоқ деген философиясын үнсіз паш етіп, тәуелсіз, дербес жағдайда қимылсыз қала берді. Бағила 2-3 қадам аттады да, оған ақырын қайта бұрылып, кешіріңіз. Әлгі. Біздің купедегі жігіт бір қағазын тастап кетіпті. Егер оның қайда екенін білсеңіз, айта салғайсыз, деді жасқана үн қатып. Жігіт күллі әлем мен күллі ақындарға деген ренішін сәл ғана сәтке қоя тұрып, бұған күлімсірей қарады. Егер ол жігіттің қайда екенін айтсам, сізге қызмет еткен боп табылар ма екенмін? Сізге қызмет етуге әрқашан дайын екенімді білесіз ғой. Оның жүзінде әлгі намысқойлық пен өкпе реніштен із де қалмай, тек баяғы сыпайы күлкісіне қайта оралыпты. Бағила оның бойындағы өлермек өзімшілдікті қайнауы әлі басыла қоймағанын білсе де, соның бәрін ішінде оңай тұншықтырып, қалаған сәтінде қалаған күйге түсе алатын мына сияқты ерекше қабілетке мейлінше таңданды. Оның жүзіне көз тастаса тағы да сол. Жүрек қобалжытар шектен тыс сыпайы күлкі мен сыпайы ізетті көруден тайсақтап, Бағила оның лактелген қара туфлиіне қарап тұрып, жоқ, маған емес, сол жігітке қызмет еткен болар едіңіз, деді де өз сөзінің жігітке қандай өзгеріс енгізгенін күтпестен купесіне кіріп кетті. Әкесі ұйықтап жатыр екен. Қашанғы әдетінше аузын сәл ғана ашып, бір қалыпты, баяу қорылға кірісіпті. Осыдан 3-4 жыл бұрын қайтыс болған әжесі үй ішінде қорылдаған адамды ерінбей жалықпай аралап жүріп оятатынды.
Білдірмей басып келіп, иығынан ақырын ғана түртіп, бір қырыңнан жатшы дер еді. Бір қорылды тоқтатқанда әуелгі оятып кеткен адамы қайта бастайды, бұл оған қайта барады. Сөйтіп, өзі қалжырап ұйықтап кеткенше балалары мен немерелерінің арасында арлы-берлі тыным таппай жүрер еді. Әже, қорылдаған адамды неге оятасыз? Дейтін Бағила, түнде адамды шайтан бауыздайды. Сонан соң қорылдайды дейтін ол. Әжесінің қорқынышты сөзі бала көзінен санасына сіңіп қалғандықтан ба, әлде, ес білгелі бір өзі жеке бөлмеде жатып тыныштыққа үйренгендіктен бе, Бағила қасындағы адамның қорылдағанын ұнатпайтын. Сол әжесі секілді тап қазірде әкесін ақырын тұртып оятпақ боп оған жақындай беріп еді. Кішкене стол үстіндегі жартылай жазылған баяғы қағазды көріп, ол сол орнында әрі-сәрі күйде тұрып қалды. Коридорға шығып, сыпайы жігітпен әңгімелескен аралықта көңілден аздап ұмыт бола бастаған бейтаныс жігіт жайлы ойымен жастық астында қалып қойған қағаз оның санасында қайта тіріліп, тынышын тағы ала бастады. Ол қолын жайлап созып, сытырын естіртпей қағазды алды. Демі дірілдеп, шын ұйықтап жатқанына ақырғы рет көз жеткізіп алмақ болғандай әкесіне тағы бір қарады да, полкасына отырып қағазға үңілді. Жасы 17-ден енді ғана асқан қызға мұндағы сөздер мүлде жат, мүлде алыс көрінді. Ол әуелгі сөйлемнің өзін әдегеннен түсіне алмай, бірнеше рет қайталап оқыды. Таңдану мен табыну ешқашан абстракциялы ұғым болып көрген емес, өйткені бұл екеуі тек жеке адамның ой өрісі мен парасат деңгейіне тікелей байланысты. Ал жеке адамның өзі де, ой парасаты да әрқашан нақтылы, айталық, теккерей. Гюго, Франц, Шиллер, прозалық шығармалары, Скотт, дүниеге белгілі жазушылардың шығармаларына өз басым ешқашан таңқалғанда табынғанда емеспін. Осылай дегенім үшін бәлкім маған кейбіреулер тіл тигізер, қайдан шыққан данышпансың, өзің не бітірдің, тілі деген сияқты толып жатқан кінәлаушы сұрақтар қояр, демек, олар табынушылар. Таңданушыны өз пікірін қайтаруға немесе сүйіспеншілігін бәсеңдетуге болғанмен табынушыны бетінен қайтару қиын. Ол культ пен фанатизмге ұқсас. Фанатизм мен парасат қатар өмір сүруі мүмкін емес, өйткені олар бір-біріне жау ұғымдар. Фанатизм тек сауатсыздық деген ортада гүлденер болса, парасат білімді ортада өніп өседі. Демек, адам неғұрлым көп білген сайын өзінің бұрынғы таңданып, табынып келген нәрселеріне қайта баға бергіш болады. Жоғарыдағы жазушыларға табынбайтыным, тіпті таңданбайтыным, әйтеуір осылайша біреу-міреу жазалатын болғандықтан, мұндай шығармалар адам творчествосының потенциалды мүмкіндігі шеңберінің ішінде жатқандығынан. Керісінше, 18 ғасырдағы көпке белгісіз Барель 23 жасында қайтыс болған. Шығармаларындағы философиялық концепциялар мені көбірек қызықтырады. Тіпті, оның ешкім ойламаған жақтан келуі, адамдар тіршілігіне төңкеріс енгізбек болған өзіндік ойы таңдандырады. Немесе орыстың қазіргі жазушысы, Гранин, таңғажайып бұл өмір, басқаларына таң қалмаймын. Аяғын жерден биік көтерген, біреу жазса, біреу жаза алмайтын тақырып, орындалуы өте қиын. Шукшин, Распутин, Астафьев секілді қазіргі шулы авторлар да көңіл аударуға тұрғанмен, адамзат ойына ой қосқан жоқ. Керісінше, қай-қайдағы бір ваян маған көп әсер етеді. Өйткені, ең құрығанда ол өзі жайлы да әрі батыл, әрі өткір сын айта алады. Ал қазақ әдебиетіне, оның енді қалыптасып келе жатқан көркем ойлау мен көркем прозасының профессионалдық дәрежесіне, оның өкілдеріне баға берер болсақ. Бағила қағаздан көзін алмаған бойы отырып қалды. Мұндағы айтылған ойлар, адам аттары да оның бұрын соңды естімеген, білмеген нәрселері еді. Ол таңданарын да, табынарын да білмеді. Және бұл екі ойдың екеуі де мына бір бет қағазда алдын ала жазылып қойыпты. Таңдану мен табынудың түп төркіні парасат пен білімнің саяздығына саятынын әлгі қағаз арқылы байқаған қыз таңдануға арланып, таңданбасқа шарасыз қалып танытып, осы екі ойдың аралығында тағы дел сал күйге түсті. Әйтсе де бейтаныс жігіт қалдырып кеткен осы бір парақ ой оны айрықша бір биікке көтеріп, өз ойындағы бұрынғы биіктерін табан асты аласартып кетті. Коридордағы жігітті есіне алды. Көз алдына оның білімсіз бейшара қалпы, соған қарамастан тек жалған намыс ұялаған құр кеудесі көз алдына елестеп, еріксіз жымиды. Бейтанысты қайта есіне алды. Өзінің таңданбауға тырысқанын, олай етуге намысы жібермегенін ойлады. Жалған намыс. Жалған намыс өз бойында да жатқанын, жасырын жатқанын ұғынған сәтте өз-өзінен шошыды. Сонда қалай? Жалған намыс жұрттың бәрінде де жасырынып жатқаны ма? Жоқ, олай болуы мүмкін емес, мүмкін болса да менде жоқ.
Иә, менде жоқ. Жалған намыс адам өз әлсіздігін, өз дәрменсіздігін сөзінгенде ғана бас көтерерін, оның білімсіздікпен егіз екенін Бағила білген жоқ, олай болар деп әзірге ойламады да. Бірақ өздері купеден қуып шыққан жігітке осы уақытқа дейін жанашыр сөзім танытып келсе, дәл осы минуттан бастап оның орнын өкініш ауыстырғанын аңғарды. Ол жігіттің кім екенін білмесе де, әйтеуір өздерінен бір емес бірнеше елі жоғары тұрғанын, оның осы уақытқа дейін өзі көріп, сөйлесіп, араласып жүрген адамдарынан тіпті жат ұяны зорлықпен мекендеп, бейғам жатқан мына әкесінен де биік екенін ұғынды. Және қан базардай қайнап жатқан мына өмірде бір кездесе кеткен бейтаныс адамды өз әкесінен жоғары қойғанына, әуелгіде намыстанды, намыстанса да оған көнбеске болмасын, бір парақ қағаз болдырмасын еріксіз мойындады. Өзіңнің өзгеден төмен екеніңді мойындау қорлықтың атасы екенін біліммен. Парасат үстемдігін жеңер ешқандай қайрат, ешқандай қару да жоқ екеніне Бағила осы тұста ой жіберді. Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда. Осы бір өлең жолы неге екені белгісіз, Бағиланың шатысып, шарпысып бара жатқан алып қашты арпалыстарының арасынан ауық-ауық бас көтеріп, оны тереңге жетелей берді. Ойлы адамға неге қызық жоқ? Абайдың мұнысы несі? Деуші еді, ойлы, әділетті адам түбінде жеңеді, оның мерейі үстем болады, ол еңбегінің, білімнің, ойының зейнетін көреді, деуші еді. 10 жыл бойы осылай деп келмеді ме, осылай үйретпеді ме? Енді кеп мұнысы несі? Абайға сене ме, мұғалімдерге сене ме, әлде өзіне сене ме? Қайсына жүгінген жөн? Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда. Бағиланың басы қатты. Кімге сенерін, даланың сағымындай шұбырған ойларының қайсысын ұстарын, қайсысының жалына жабысарын білмеді. Әйтсе де, осы жолдар тылсым бір құдіреттей оны өзіне қол бұлғамай-ақ үнсіз жетелей берді. Сол жетекке еріп, алғаш адым басқанда көз алдына көпе, көрнеу әділетсіздіктің оңай құрбаны боп, жылы орнынан айырылып бара жатқан жігіт елестеді. Жаңа ғана өздерінің бәрінен биік санаған жігіт, купеден айырылу, өмірдегі ең қатал, ең сорлы қорлық емес шығар, бірақ қайткен күнде де жеңілу ғой. Біреудің үстемдігін сөзінің мейлі үлкен бе, кіші ме, әйтеуір жанға түсер жара, ар мен намыстың жығылуы, ал ар мен намыста үлкен, кіші деген ұғым жоқ болған емес. Өздерінен биік санаған жігіт өздерінен аласа болды, аласарған жоқ аласартты. Биік ой аласа ойдың алдында жеңіліс тапты. Неге? Бағила бұған жауап бере алмады. Жауап бергені сол, аузын сәл ғана ашып бейғам ұйықтата жатқан әкесіне бір қарады. Қарады да өз ойынан өзі үрейленді, өн бойы дір ете түсті. Ол қағазды кішкене стол үстіне қайта қойды. Сол кезде оның келесі беттерінде мұнан да терең, мұнан да тұңғиық ойлардың барлығын, мына жалғыз бет, сол тылсым ойлардың бір ұшқыны ғана екенін анық аңғардым. Жас қыздың көкейінде өзі де біліп болмайтын ерекше бір ынтызарлық, оның қалған беттерінде не жазылғанын білуге құштарлық бас көтерді. Осы бір сөзім тереңнен оянуы мұң екен, сол беттердің иесін, бейтаныс жігітті тағы бір көрсем, онымен тым болмаса бір рет тілдессем деген ұры ой қоса көтерілді. Оны бір көруді, бір рет тілдесуді тілеген ойынан ол сескенгенде үріккенде жоқ. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 4-ші бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.